Сәлем бәріне, бүгін 23-те бірінші есепті шығарамыз. Бұл жерде бізде функция берілген, және де осы жерде графиктері өзара қалай орналасқанын біз жазуымыз керек. Шығармас бұрын мен сіздерге осындай бір формула көрсеткім келіп тұр. Бұл y-тен kx плюс b. Яғни k бізде санға тең, b санға тең, ал x ол белгісіз сан. Бұл бізде осы есептерді шығаруға оңай бір кішкентай формула. Ал енді бастайық. Ең бірінші бұл жерде бізде k бізде 2 және де 2 мына k. k1 тең бізде 2-ге, k2 тең 2-ге. Не? b1 тең минус 10-ға, b2 тең 9-ға. Сонда бізде k1 тең k2-ге, b1 тең емес b2-ге. Яғни, мына екеуі бір-біріне ұқсамайды, ал k1 мен k2 өзара тең. Сонда бұл бізде параллель болады. Екіншісінде бізде мұнда k1 тең k2-ге, не 3, минус 3, минус 3. b1 тең b2-ге. Яғни плюс 9, плюс 9. Значит, бұл бізде өзара беттеседі. Үшіншісінде бізде бұл жерде k1 тең k2-ге минус 5x, минус 5x. Параллель. Параллель деген бізде міне осындай сызықтар өздері асты-астына немесе үсті-үстіне қарама-қарсы тұрады. Төртіншісінде бізде бұл жерде k1 тең емес k2-ге, мұнда k міне 4x, ал k2 минус 4x тең емес деген сөз. b1 тең емес b2-ге, себебі 1,5 және де 3 тең емес, қиылысады деген сөз. Бесіншісінде бұл жерде k1 тең емес k2-ге, b1 тең емес b2-ге. Яғни k1 2,3x, k2 бізде k2 бізде даже жоқ. b1 тең емес b1 тең 7-ге, b2 тең минус 1-ге. Яғни тең емес деген сөз. Алтыншысында бізде k1 тең 10x-ге, ал k2 минус 10x-ге тең емес, значит, бір-бірімен тең емес деген сөз. b1 тең емес b2-ге, сонда бұл бізде мұнда k1-де, k2-де, b1-де, b2-де тең емес болса, онда ол қиылысады деген сөз. Ал егер де k1 мен k2 өзара тең болса, онда олар параллель болады. Ал егер де мысалы мынау есеп сияқты, бізде мына жерде екі функция бір-бірімен қайталанса, мысалы минус 3x плюс 9, минус 3x плюс 9 болса, ол өзара беттеседі деген сөз. Яғни сызсақ, мысалы графиктің үстіне сызсақ, ол бізде бір-бірімен тең болады деген сөз. Номер 23-те екінші есепте бізде біріншісінде бұл жерде бізде сызықтық функциясы үшін функцияның графикіне параллель, графикпен қиылысатын, графикпен беттесетін сызықтық функцияның формуласын жазыңдар депті. Сонда асында бізде мынау k-сы тең болу керек, ал қалғандары b бәрібір тең болсын, тең емес болса да бәрібір, мысалға плюс 2 десек те болады. Ал әсінде бізде бұл жерде графикпен қиылысатын депті. Қиылысу үшін бізде
екеуі де тең емес болу керек. Сонда 7х плюс мысалға 4 десек болады. Да, өзара беттесетін болса, бұл жерде дәл осыны көшіре салуға болады. 8х азайтылған 1. Екіншісінде параллель болу үшін бізде х-тары тең болу керек. Сонда минус 4х плюс 5-ке десек болады. Әда қиылысатын болса, бізде екеуі де тең емес болу керек. Сонда любой сан жазсақ болады. Мысалға минус 6х плюс 7 десек болады. Бысында өзара тең болу керек. Мысалға дәл осыны көше салуға да болады, немесе минус 4х деп жазып, қасына плюс 3 десек те болады. Үшіншісінде а тең мұнда минус мысалы 3 плюс 2х десек болады. Әйтеуір х-тары тең болу керек. Әсында бұл жерде қиылысу керек, ешқайсысы тең болмау керек. Мысалға мұнда 4х минус 5 десек те болады. Бысында минус 2 плюс 2х деп көшіре салсақ болады. Міне 23-те бірінші есеп, 23-те екінші есеп. 23-те үшінші есепте бізде бұл жерде дәл солай сызықтық функция берілген, және де бұл жерде графикке параллель графикпен қиылысатын және графикпен беттесетін сызықтық функцияның формуласын жазыңыз депті. Ал бастайық. Біріншісінде бұл жерде параллель жазу керек. Сонда y-тен мысалға минус 2х плюс 1 десек болады. Екіншісінде қиылысатын деген y-тен мысалға минус 3х плюс 4 десек те болады. Үшіншісінде өзара беттесетін деген, сонда y-тен 2х минус 7, яғни көшіре саламыз. Бұл жерде өзара беттесетін болса, оны көшіре салуға болады. Екіншісінде y-тен мұнда мысалға 2 плюс 3х десек болады екен, параллельде сұрап тұр. Екіншісінде бұл жерде қиылысатын болу керек. Сонда y-тен мысалға 3 плюс 4х десек те болады. Ал үшіншісінде бізде y-тен дәл осыны көшіре салуға болады, немесе 3х плюс 1,4 десек те болады. Мұнда бұл жерде y-тен мысалға 4 плюс 2х десек болады. Екіншісінде y-тен мұнда мысалға 2х плюс 5 десек болады. Үшіншісінде бұл жерде дәл осыны көшіре салайық. Мысалға х плюс 3,5. Келесісінде мына жерде параллель деп тұр, сонда х плюс 6 десек болады. Мысалға тең y жазуға ұмытып кетіппін. Екіншісінде y-тен мына y-ті мына жаққа жазамыз, мен қателесіп мына жаққа жазып қойдым. Y-тен бұл жерде мысалға 3х плюс 4 десек болады. Үшіншісінде дәл осыны көшіре салуға да болады, не болмаса y-тен 3,5 плюс х десек те болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Номер 24-ші есепте бізде бұл жерде өзіміз қарастыруымыз керек. А-ны жасап көрейік. Бұл жерде бізде сұрап тұрғаны сатын депті. Сонда любой бір нені жазсақ болады. Минус 3х плюс 4. Және де 2х плюс минус мысалға 5 десек болады. Бұл бізде қиылысуы әбден мүмкін. Ал әсінде мысалға мұнда дәл солай y-ті жазуға ұмытып кетіппін. Әсінде бізде сұрап тұрғаны ол параллель. Сонда бір-біріне ұқсас болу керек. Сонда 2х плюс мысалға 5 деп жазуға болады. Және де
y-тен минус 2x минус 5 десек те, минус 6 десек те болады. Бысында y-тен бететін екі сызықты жазу керек бысында. Сонда бір-біріне ауылмайтынды жазамыз. Минус 3x минус 4 жазсақ, және де y-тен минус 4 минус 3x жазсақ болады. Яғни екеуінде айырмашылық жоқ. Олар бірдей. Номер 23-те 5-ші есепте функция графиктерінің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар депті. Біріншісінде y-тен минус 6x плюс 1 және де y-тен 5x плюс 9 депті. Бұның біз қиылысатын нүктелерін табуымыз керек. Сонда бұны біз теңдеу сияқты жазамыз. 6x плюс 1 тең 5x плюс 9 деп жазамыз. Сонда ең бірінші x-тәрді бір жаққа жинастырамыз. Минус 6x минус 5x тең 9 минус 1. Бұл жерде сонда бізде шығады минус 11x тең 8x тең минус, яғни бөлеміз. Енді бізге y-ті табу керек. Y тең мынаған қоя салайық. Мысалы, мынау нені, сонда минус 6 көбейтілген минус 8 ден 11 жаққа жабылады, плюс 1-ді жазамыз. Y-тен мұнда минус пен минус көбейтіліп кеткен кезде бізде шығады плюстан. Сонда 11-ден 48 плюс 1. Бірге ортақ бөлім береміз 11 деген санды. Сонда y-тен 11-ден 48-ге 11-ді қосқан кезде шығады бізде 59. Сонда бізде бұл x жазайық. Минус 8-ден 11-ден 8 және де 11-ден 59. Бұны біз координатаға сызсақ, графикке сызсақ, бізде бұл қиылысатын мән береді. Екіншісін дәл солай теңдеу сияқты жазамыз. Минус 17 плюс 3,14x тең минус 1,12 плюс x плюс 69. Енді бұл жерде x-тарды бір жаққа жинастырамыз. Сонда 3,14x плюс. Сонда бұл жерде бізде 4,16 санын біз 86 көбейтілген 10-нан 46 қылып айналдырып аламыз. Себебі көбейтілген бұл кетеді. Себебі бөлген кезде осыны айналып кетуі керек. Енді бұл жерде бізде қысқарады. 2-ге мына жерде 23 шықса, мына жерде 43 шығады. Сонда 430, 23-тен 430 шығады. Оны араласақ айналдырсақ 18,23-тен 16 саны шығады. Енді бұны біз y-тің орнын, енді біз бұны x-тің орнына қоймыз керек. Ал қойайық. Ең бірінші мынаған қойайық. Ал y-тен деп жазайын. Минус 12 астында 10 көбейтілген, дәл осы сан жазайық. 430 23 қосылған 69 деп. Сонда бұл жерде бізде 10 мен 430 қысқарады, және де енді 12-ні 43-ке көбейту керек. Шығады 516. Сонда 516 астында 23 плюс 69. 69-ға біз 23-ке ортақ бөлім береміз. Сонда
69 23-ке көбейткен кезде сонда 1587 шығады мұнан көбейткен кезде. Сонда 516 қосылған 1587 ал алым бөлімінде 23 саны 2103 шығады. Астында 23 сан айналдырған кезде 91,23-тен 10 шығады. Сонда бізде x жазайық 18,23-тен 16, ал y 91,23-тен 10. Енді номер 23-те 6-шы есеп функция графиктерінің қиылысатын дәлелдеңдер депті. Сонда біріншісінде y-тен 9. Сонда 23-те 6-шы есепте біріншісінде бізде қиылысатын дәлелдеңдер депті. Функцияның қиылысатын дәлелдеңдер депті. Сонда біз бағанағында теңдеу қылып жазамыз. 9 плюс x тен 5x плюс 6. X-тарды бір жаққа жинаймыз. X минус 5x тен 6 минус 9. Сонда минус 4x тен минус 3. X тен бізде шығады 3-тен 4. Бұны біз ортақ бөл ондық санға айналдырсақ 0,175 саны шығады. Енді давайте біріншісіне қойып көрейік, екіншісіне қойып көрейік. Сонда y-тен 5 көбейтілген 4-тен 3 қосылған 6 дейін тен бұл жерде сонда 4 алымында 15 қосылған 6. 6-ға ортақ бөлім 4 береміз. Сонда 4 15 плюс 6-ға 4-ті қосқан кезде шығады бізде 24. Көбейткен кезде 6-ны 4-ке көбейткен кезде. Сонда 24-ті 15-ке қосқан кезде шығады 39. 4-тен 39. Бұны араласаң айналдырған кезде шығады 9,4-тен 3. Сонда 4-тен 3 y 9,4-тен 3 деп жазамыз. Осыдан шығады.